وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Сендерді жер бетіне қоя бергеннен кейін біреулеріңе мансап, біреулеріңе дәулет, біреулеріңе атақ, сондай нәрселерді ұйымдастырдық дейді сынақ үшін. Сол кезде адам бізді ұмытып, бізден озып кететін сияқты ойлап жүр дейді өзін. Бізден озып кете алмайсыңдар дейді. Менің әмірімнен озамайсыңдар дейді. Ала ан нубаддила амсалакум. Мына бейнелеріңді дейді бізге айтады. Мына бейнелеріңді өзгерте салуға құдіреттімін дейді, қараңыз. Өзгерте салуға құдіреттімін. Ва нуншиукум фима ла та'ламун. Сендер білмейтін басқа бейнеге айналдыра салуыма құдіретім жетеді дейді, қараңыз. Тек алданып жүрген біреусіңдер дейді. Ана елшіңді жіберіп сабыр ет дегеніме тіпті шектен шығып жатсыңдар, ананың сабыр еткеніне, сабыр ет деп жүргеніме дейді. Мазақтап оны. Көріңіз ғой. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. Әуелгі жаратылыстарыңды нақты білдіңдер, неден шыққандарыңды деп отыр. Әуелгі فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Енді де естеріңді жисаңдар болмай ма дейді. Тамшыдан жаратқан Алла қайта жарата алмай ма деген ойға келмесең болмай ма дейді. Сосын екінші жерден ұстайды. Афарайтум ма тахрусун. Ана егіп жүрген бақшаларың, бидайларың, егіндерің, арпаларың, жемістерің, қараңдаршы дейді соған. Әнтун тазрағунаху. Сендер ме соны егіп жүрген, өсіріп шығарып жүрген? Әм нахну заригун. Әлде біз ба дейді оны егіп өсіріп отқан сендерге? Міне, кім оны өсіріп отқан? Лау нашау. Сендер сол егіндеріңді әдемілеп өсіріп, сосын міне жеміс беріп бара жатқан кезде, егер біз қаласақ дейді, ләжағалнаху хутома. Сол сәтте оны қиқымға айналдыра салар едім дейді Алла Тағала, қараңыз. Сол кезде сендердің күйлеріңе қараймыз да, сендердің күйлерің мындай болады дейді. Абдырап, жағындай біз абыржып қаласыңдар дейді. Анау қиқымға айналып кеткен кезде, иннала муғрамун. Біз шығынға ұшырадық қой деген сөз ғана шығады дейді сенен. Бәл нахну махрумун. Біз биыл мүлде махрум қалдық. Міне, бірақ оны мен қиқымға айналдырмайым дейді. Ақылмен келетін шығарсың деп. Ақылмен келетін шығарсың деп. Менің жақсылығым жеңіп тұр дейді. Сендердің жамандықтарыңды. Жақсылығым жеңіп тұр дейді. Соқта мен оны істемей, бірақ істей салу оны маған қиын емес дейді. Афарайтумул ма аллази ташрабун. Ана суды көрмедіңдер ме күнде өздерің ішіп жүрген? Елестетейік міне. Краннан біз қандай су ішіп жүрміз? Тұщы су ішіп жүрміз. Лау нашау. Егер де қаласақ дейді, жағалнаху уджаджан. Оны ащы суға айналдыра салар едік қой дейді краныңды ашқан кезде. Бірақ жақсылығым жеңіп тұр дейді. Сол жақсылығын жеңіп, сол суды сендердің сондай күйлеріңе қарамастан әлі де тұшығып, тәттіғып жалғастырып отқаныма афәлә ташкурун. Әлі де шүкір ететін халге келмедіңдер ме дейді. Күллі мұқтаждықтарымызды баяндап отыр ғой. Сенде не бар деп отыр ғой бізге? Не бар сенде айтшы деп отыр. Афарайтумун нара әлләти турун. Ана отты көрмедіңдер ме өздерің жағып жүрген? Мысалы қыстыгүні біз отқа мұқтажбыз. От болмаса жылу болмайды. Біз тоңамыз, ұшып қаламыз біз. Мен деген ұғымың өшеді, сынады, түкке татымай қаласың. Отты көрмедіңдер ме сендерге жағып беріп жүрген біз? Кім оны бүйтіп жанатындай қылған? Кім? Міне. Сол нәрселерді Алла Тағала айтады. Әнтум әншәтум шәжаратаға. Сол отынның ағаштарын сендер ме жаратып жүрген дейді. Сосын қараңыз. Әм нахнул муншиун. Әлде біз ба дейді ол ағаштарды жаратып беріп отқан сендерге? Қайдан кеп отыр ол ағаш? Қайдан кеп отыр? Міне осының барлығын, осы оттың өзін дейді, жағалнаха таскиротан. Біз сендерге
әрдайым есіңді жиып жүретіндей, мені ұмытпайтындай, мені еске алып тұратындай, сол үшін жаратып қойғам дейді ана отты. Тоңған кезіңде жағып, жылынып атқан кезде, Алла, сен мынаны бермегенде не істер едік қазір деп айтуың үшін ғана жаратқам дейді ана отты. Қарашы. Сол нәрселерді бізге баяндап жатыр да.